Ахмет Байтұрсынұлы орыс мысалшысы Иван Андреевич Крылов туындыларын қазақ тіліне аударып, 40 мысал деген атпен 1909 жылы Петербургте бастырып шығады. Тақырыптық ауқымы кең, көбіне өлең үлгісінде жазылған мысалдарының кейіпкерлері аң, құс, өсімдіктер, кейде адамдар да болып келеді. Мысал өлеңдерде қоғамдағы адамдыққа жат қылықтар, адам бойында кездесетін келеңсіз мінез-құлықтар сыналады. Соңы ғибратты түйіндемемен аяқталып отырады. Егіннің бастары 40 мысал жинағындағы мысал өлеңдерінің бірі. Өлеңде егіс даласын аралап келе жатқан әке мен баланың диалог арқылы тәрбиелік мәні терең ой айтылады. Бастарын төмен салып, иіліп тұрған бидайлардың ішінде жалғыз-ақ бір ғана түп бидайдың басын көкке көтеріп, өзін өзгелермен тең көрмей шікірейіп тұруын әкесі бидайдың басында бірде-бір дәні болмағандығынан деп түсіндіреді. Шығарманың өзекті ойын автор әкесінің баласына айтқан осы бидай сияқты басын көкке көтерген тәкаппар, бірақ іші қуыс адамдар көп. Мұндайды үлгі тұтпа деп ақыл насихатымен түйіндейді.